Алло, қайдасыңдар, Расул? Сұқ қалдым мен, 2 сағат болып тұрғаныма. Тез етіндерші şimdi бол. Қашын көрді. Бауырым, тез етейік. Мада уақыт болып қалды ғой. Ассаламуалейкум, бауырым. Уалейкум ассалам. Жұма мүбәрәк болсын. Мынау не істегенің? Табиғатты қорғау деген қайда? Тазалық сақтау деген қайда? Бұны көрген жастар не істемек? Қойыңыздаршы, сіздер қалып едіңіздер енді. Тәртіптен жұрдай болыпсың, сені мешітке апару керек. Жігіттер қойындар, дінде зұлым жоқ қой, қойындаршы. Рас па? Олай болса 102-ге хабарласайын. Тентек болма, бауырым. Тәртіп қараға да қанға да ортақ. Жолың болсын. Ай, балам, малдың шөбін сал. Ана, малдың суын беру керек. Сен де жемін беріп кетейін. Әке, мен достарыма барып келем. Қыссай жаттың ғой, қыс бітіп жатыр енді. Еңбекке аралассаңшы. Жұмысқа айналайын. Жұмысы жоқтық, танағы тоқтық, аздырар адам баласын деген сөз бар қазақ атамыздан қалған. Әке, әр нәрсені айтып не қапыла бересіз. Мен бала емес жігіт болдым ғой. Балам, айналайын. Анау жолында жатқан кедергілерді алып тасташы, айналайын. Бол, давайте, әке, кеттім мен. Балам, жолың болсыншы. Ассаламуалейкум, аға. Уағалейкум ассалам. Жұмыс іздеп келіп едім, аға. Әрине, қасыма сен сияқты жігіттер іздеп тұр едім. Түсінбедім. Алдыма қызмет сұрап, 100 шақты адам келді. Шарбақта жатырған кедергі затты біреу де өтерген жоқ. Ал сен болсаң, сол кедергі затты алып тастадың. Тәрбие көрген жігіт екеніңе көзім жетті. Қатты риза болдым. Әкемнің айтқан әрбір сөзі тұнып тұрған даналы екен ғой.
Иә, дұрыс айтасың. Сенде ақыл айтар әке болса, ал менде жоқ. Жұмысың құтты болсын. Қабылдадым. Рахмет аға. Рахмет. Құжаттарыңызды әкеле беріңіз. Ерлан, әкесі бар баланың жебесі тастан өтеді деген. Әкең сыйла.